лагерін алып, сұрапаларын алып, кейінде жат көрінуіне үлкен емес, сонымен қатар неміс тілінде де шыққан екен. Осы өзіміздің Ақсу-ауданымыздың жерлесі соған өте үлкен үлес қосқан құлагер поэмасын неміс тілінде де шығарған екен. Сонда осы немістің ғалымы құлагер поэмасын түгелдей оқып, мағынасын түсінген кезінде айтқан екен, мен қазақтың Ілиястың қызы ғанамын деп, құлагердің қызы ғанамын деп, сонда Ілияс атаны сол жақта жатып, жаңағы немістерді оқыған азаматтарды айтқан. Мына жерде Ілияс атамыздың ұрпақтары, балалары, үлкен Сая деген үлкен қызы, Елпа деген қызы, бұл Елпа дегені өзінің әкесінің шаты Ілияс, анасының аты Фатима. Маман Қалқабайұлының ұрпақтары туылды. Осы мектепте ең бірге құштар оқушыларды өз қаражаттарымен отбасы шығындарға жарды. Одан кейін ол кісі еңбек еткеннен кейін жаңағы алған еңбекақыларын, ақшаларын жаңағы маңызды жинақ кітап Ілияс атамыздың. Одан кейін немістермен ең алғашқы 1936 жылы қай күні үкім шығады, күре жолда шақырым жерде орналасқан Мамания деген Қарағаш деген жер бар, сол Қарағаш